Құрметті әріптестер, әрине мен бұл заң жобасын қолдаймын, дегенмен де бір мәселені айтып кеткім келеді. Екінші оқылымға дейін бір қаралатын бір жағдай. Өткен аптада мен Астанада бір университет студенттерімен кездестім. Сол студенттер бір мәселені айтып кетті. Неге біздің мәдениет саласы, ақпарат саласы осы азаматтардың арасында заңды құрметтеу, заңды бұзушылыққа төзімсіздік бойынша шаралар өткізбейді? Қыз балалар маған бір ролик көрсетті. Қыз баланы алып қашқан, қасына біреу көндіріп айтып отырмын, жаз өз еркімен келдім, бардым деп. Соған жаңа тиктокта тұр, барлығы мазақ қылып соны айтып жатыр. Құқық бұзушылық. Нағыз о заң бұзушылық, бірақ оған ешқандай әрекет жасамаймыз. Соны қыз балдар айтқан мәселесі, біздің құқығымызды дәл осылай мазақ қылып, ешкім қорғанмайды, заң жоқ. Ал біздің мәдениет саласы бұған дұрыс қарамайды. Мысалы, белгілі әншілер осылай қазір ән айтып жүр. Сахнада, теледидардан көрсетеді. Ал қаша мейлі олай қалама, келін қылам сені қалайда анама дейді. Екінші әнші айтады, көресің менің үйіме барасың, басыңа аппақ орамал тағасың, көндірем, көнесің, қыз болып келесің, келін болып қаласың дейді. Не, мәжбүрлеу. Соны біз теледидардан насихаттап көрсетіп жатырмыз. Бұл туралы өздеріңізге белгілі ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы айтып кетті. Елімізде алып қашу ұлттық дәстүр санап, ел ішінде дәріптегісі келетіндер бар. Бұл мүлден ақтауға болмайтын заңсыздық, қараңғылық, тіпті масқара тірлік. Өркениетті қоғамға әр азаматтың абырой құқығы және бостандығы баға жетпес құндылықтың болу керек. Сондықтан мұндай ақылға сыймайтын әрекеттерді қатаң сынға алу керек. Және оны тек сынау жеткіліксіз. Оған құқықтық баға беріліп, бір жола тосқалу керек деп тапсырма берді. Міне, дәріптегісі келеді. Дәріптеп жатыр, мәдениет министрлігі оған қалай қарайды? Мысалы, президент көктемде, наурыз айында бұл тапсырма берді, әлі ештеме жасалған жоқ. Неге ол тек қана парламенттің, тек қана ішкі істер министрлігінің жұмысы емес қой? Сол себептен мен ойымша біз заңға қатаң шектеу қойымыз керек. Бұндай нәрсені насихаттау. Жылдан жылға көбейіп келе жатыр қыз алып қашу. Міне өткен жылы ғана бір жылдың ішінде 13 алып қашу болып жаңа сотқа берілген болса, биыл тек қана Түркістан облысында 18 айдың ішінде көбейіп баратыр. Себебі оған шаралар жоқ. Міне президент айтқан тапсырма, мен енді өзім депутат ретінде алдындағы қаралған заң бар, зорлық зомбылық бойынша. Соған ұсыныс бердім. Зерттеп қарадық. Мысалы, адам алып қашу 25-ші бап бар. Сол бап бар, ол соның ішіне қарайды дейді. Қарамайды ол. Себебі сол баптың ішінде бір қосымшасы бар. Егер ол 3-4 күн ішінде босатып берсе, ол жауапкершілікке тартылмайды дейді. Сонда қалай? Ол қыз көнбейді, көндіреді, қағаз жаздыртады, ұялтады, басқа қылады, мәжбүрлейді, 3-4 күн ұстайды, әбден абырой төгіледі ол қыздың. Сосын жібере салады, оған ешқандай қылмыстық іс қозғалмайды. Міне, 3 жылдың ішінде 214 қылмыстық іске қозғауға ұсыныс берген, оның 10 ғана сотқа барған. Қалған жерде айтқан, ол ешқандай қылмыс жоқ болды деп жабыла салған. Ал сотқа бармаған, полицияға бармаған қыздарымыз қаншама. Сол себептен мен ойым бүгін өкімет бұл салаға онша дұрыс қарамайды. Менің бірінші берген ұсынысымды жоққа шығарды. Қазірде мен бердім ұсынысты, президенттің тапсырмасы бар. Неге жасамаймыз деп. Барлық мемлекет органдар қарсы шықты. Жоқ, болмайды деп. Мен қазір тағы ұсыныс беріп отырмын. Мынау 215-ші бапты қайта қарап, бөлек қасына қыз алып қашуға қатысты нормалар енгізейік. Үйтпесек болмайды. Міне, Маңғыстауда прессаға шықты. Қызды алып қашқан видеосы бар. Қыз көнген жоқ. Жолда машинеге секіріп түседі. Өз денсаулығына ол зиян тиеді. Ол қауіпті, қашады бір өзі 3 жігітке қарсы. 2 рет қылмыстық жабылды. Осы уақытқа дейін ол қыз әлі жүр. Кімге барам дейді, кімге айтам дейді. Құрметті әріптестер, мен ойымша ол әрине мәдениет министрлігінде, барлық министрліктер осыған қарау керек, білім министрлігінде қарау керек. Бүйтіп біз жаңа тек қана парламент, тек қана жаңағы МВД деп айтатын болсақ, біз қоғам бұл дертке қарсы тұрамаймыз. Президенттің айтқан тапсырмасын бірге орындауымыз керек. Рахмет тыңдағандар. Бүгін жақсы маңызды заңды қарап жатырмыз, мен қолдаймын.
біздің жастарымыздың тәрбиесіне, олардың бірінші кезекте біліміне ден қойып отырық қой. Бірақ енді тәрбие мәселесін жаңағы Әбенов мырза көтеріп отырған дұрыс мәселе деп есептеймін. Ол күлетін зат емес. Бәріміз де қыз асырап отырмыз. Бұл қазір етек алып кеткен жағдай. Себебі 21 ғасырда әке-шешесімен келіспей, қызбен сөз байласпай, көшеден көрінген адам салып алып, жаңағы ол тауар емес, ол зат емес, ол адам ғой. Оның тағдырына ол әсер етеді, өмірлік. Енді бұл заңның аясында қаралатын нәрсе емес шығар, бірақ енді парламенттің төрінде қоғамдағы кез келген актуалды өзекті мәселе талқылану керек деп президент айтқан жоқ па осы жерде? Сондықтан көтеріп отырған мәселе өте дұрыс деп есептеймін. Мына жігіттерге мен түсінбеймін. Бір нақыл сөз бар ғой, қыз құлағымен, жігіт көзімен сүйеді деген, жақсы көреді деген. Қыздың көңілін таба алмайтын жігіт ол, не қылған жігіт ол? Көшеге барып қыз салып алады деген, бүктеп. Ол енді біз жаңағы дамыған қоғамда, жетілген қоғамда, мәдениетті қоғамда өмір сүретін болсақ, бұл мәдениетті жағдайға келуіміз керек. Басқа ұлттың біреуі оны жасамайды. Жасап жүрген өзіміз соны. Сен басқа жерден естідіңіз бе? Европада, Ресейде, тіпті қасымыздағы басқа көрші республикаларда қыз ұрлайды дегенде. Менің 3 қызым бар мысалы. Бәрінде алдынан келіп өтіп, сөз байласып, құда түсіп алғанды бәріміз де жақсы көреміз. Ал мынау деген қоғамда үлкен дерт қой. Үлкен мәселе, бұл деген қылмыстық жауапкершілік қарастыру бұл мәселеге. Жаңағы мемлекеттік органдар қарсы болып жүрген. Мен олар түсінбеймін, неге олар қарсы болады? Яғни олар соны қолдап отыр. Бұл балабақшадан бастап балдардың миына сіңіріп қоятын зат болу керек. Қызды сыйлау, қызды құрметтеу, ол болашақ ана ғой. Бұл егерде біз болашақ ананы қорғамайтын болсақ, онда мемлекеттің болашағы жоқ деген сөз. Ол күлетін зат емес. Ол ойыншыққа айналдыратын зат емес. Бұл мемлекеттік қауіпсіздігі бұл деген. Қызды қорғаған ғана ел болған. Осы біздің қазақ болып отырғаны, сол қыздарды, аналарымызды қорғағаннан кейін біз қазақ болып отырмыз. Мемлекет болып қалыптастық біздер. Оларда жетімсіретпей, оларда жесір қылмай. Сондықтан Әбен мырзаның көтеріп отырған мәселе өте дұрыс. Ол құрылтайда бұл мәселені президент көтерген. Ойланады уақыт келді қазақтың жігіттеріне. Сіздер ана қыздарды қор болып жүрген қорғаңдар, оларда қорламаңдар. Сонда біз дұрыс мемлекет боламыз. Отбасында, білім ордасында осы мәселе деген бірінші кезекке қойылу керек. Мына білім министрлігі, мәдениет министрлігі осы жағынан дұрыстап тұрып жұмыс жасау керек. Тәрбие мәселесіне әбден көңіл бөлмесек, бұдан да сорақылар болып жатыр ғой. Оның бәрін қазір телеграм каналды ашып қалсаң, тіпті оқығың келмейді. Қызды зорлап кетіпті, қызды ұрлап кетіпті, баланы зорлап кетіпті, өлтіріп кетіпті, ата-анасын балтамен шауып тастапты. Кілең сондай әңгіме. Әлеуметтік желіні вообще ашу мүмкін емес. Сондықтан Ерлан Жақанұлы бұл мәселені парламент болып, депутаттар болып, кәдімгі дұрыстап тұрып күн тәртібіне қоюымыз керек, президенттің тапсырмасын орындауымыз керек. Мен басқа ештеңені білмеймін. Дұрыс, рахмет. Шында да өте өзекті мәселені көтеріп отыр біздің депутаттар. Бұл шында да қоғамдағы бір айғайлап тұрған проблема. Бұл туралы президенттің де тиісті тапсырмасы бар. Өкінішке орай ол аяғына дейін әлі жеткізілген жоқ орындалуы. Сондықтан бұл мәселені бүгінгі заңның аясына бұл келмейді. Бірақ алдымызда қылмыстық кодекс пен қылмыстық процессуалдық кодексті қарайтын алдымыздағы отырыстарда заң жобалар келе жатыр ғой, 2 заң жобасы. Сол заң жобасының аясында қарау керек деп ойлаймын. Депутаттар, жаңағы Жаңбыршин мырза бар, Әбенов мырза, сіздер өздеріңіздің ұсыныстарыңызды беруге құқықтарыңыз бар осы бойынша. Басқа депутаттарды мен қолдайды деп ойлаймын. Және де бұл мәселеге тек моральдық қана емес, заңдық тұрғыдан да баға берілуге тиіс.